Ақылды болу өз қолыңызда. Сен үш нәрседен тұрасың: тән, тыныс, ақыл. Соның ішінде тек үшіншісі ғана жеке өзіңдікі. Ал қалғаны сен қамқорлық жасай алмайтындай дәрежеде ғана. Марк Аврелий ойлар. Біздің тәніміз әлсіз. Ол ауруға шалдығуы немесе жазатайым жағдайда мертуге мүмкін. Оны түрмеге қамап немесе азаптауы мүмкін. Тынысың тоқтауы мүмкін. Өйткені уақыты келеді немесе біреу тыныс алу мүмкіндігінен айырады. Қатты ширықсаң немесе ауырсаң, тыныс алуын қиындауы мүмкін. Алайда ақыл бізбен соңына дейін қалады. Дегенмен Марк Аврелийдің жазған бұл тән мен тыныс, яғни қалған екі бөлік маңызсыз деген сөз емес. Бар болғаны ол екеуі ақыл сияқты бізге етене жақын емес. Мәселен, сіз жалдамалы пәтерді жөндеуде көп уақытыңызды немесе бар қаражатыңызды жұмсамайсыз, солай ма? Ал біздің ақылымыз тек бізге тән. Ол еркін және айқын. Оны дұрыс пайдаланып жүргеніңізге көз жеткізіңіз.